бір апта ішінде аурудан құтылып, иммунитетті қалай нығайтуға болады? Ал егер біз сізге бұл қарапайым, бірақ күшті құралдың құпиясы сіздің ас үйіңізде екендігін айтсақшы. Жалпы біз сарымсақ пен бал туралы айтып отырмыз. Бұл өнімдердің әрқайсысының өзі таңғажайып қасиеттерге ие, бірақ олар біріккен кезде сіздің денеңізге керемет қолдау көрсете алатын күшке айналады. Көбірек білуге дайынсыз ба? Ендеше бейнені соңына дейін қараңыз. Ал бейненің аяғында сіз уақытпен тексерілген халықтық рецепттер туралы білетін боласыздар. Бірақ рецепттер туралы айтпас бұрын алдымен осы екі компоненттің пайдалы қасиеттерін бөлек-бөлек талқылап көрейік. Сонымен сарымсақтың пайдалы қасиеттері. Сарымсақ құрамындағы белсенді зат аллициннің арқасында ол бәріне белгілі болған табиғи антибиотик болып табылды. Оның құрамында 200-ден астам биологиялық белсенді заттар бар. Дәрумендер, амин қышқылдар, минералдар және құрамында күкірт те бар. Бұл элементтер ағзаға вирустар және бактериялармен күресуге, иммунитетті нығайтуға, ауырсынуды жеңілдетуге, қанды сұйылтуға, жүрек пен қан тамырларының жұмысын қорғауға, токсиндер мен қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Дегенмен сарымсақ тек иммуномодулятор емес, ол сондай-ақ ас қорытуға оң әсер етеді, бауыр мен бүйректің жұмысын қалыпқа келтіреді, гипертонияға да жақсы көмектеседі. Тер шығаратын және зәр айдағыш қасиеттерінің арқасында сарымсақ жалпы сауықтыруға ғана емес, сонымен қатар дененің жалпы тонусын арттыруға көмектеседі. Бірақ гастрит, асқазан жарасы, нефроз, панкреатит немесе эпилепсиямен ауыратын адамдар, сондай-ақ жүкті әйелдер оны сақтықпен тұтыну керек екендігін ұмытпаңыз. Өйткені көп мөлшерде тұтынған кезде сарымсақ тұрақты бас ауруына әкелуі мүмкін. Балдың пайдалы қасиеттері. Бал табиғи қанттардан, дәрумендерден, амин қышқылдарынан, антиоксиданттардан, алкалоидтардан, ақуыздардан және басқа макро және микроэлементтерден тұрады. Бұл табиғи қант алмастырғыш, сонымен қатар қабынуға қарсы, бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері бар. Және дененің жалпы жағдайын жақсартуға ғана емес, сонымен қатар ерлердің денсаулығын қолдайды, сперматозоидтар мен ерлердің күшін арттырады. Бұл тіпті варикозды тамырларға, атеросклерозға және ишемия кезінде жақсы көмектеседі. Бал иммундық жүйеге инфекциялармен күресуге көмектеседі және ауыр асқынулардан кейін оны қалпына келтіреді. Бал қант диабетімен ауыратын адамдар үшін де пайдалы болып келеді, өйткені бұл қантқа тамаша балама. Косметологияда ол теріні жасарту, целлюлитпен күресу және шаштың жылтырлығын қалпына келтіру үшін қолданылады. Осымен біз әр өнімді жеке-жеке бөліп алдық. Ал енді бал мен сарымсақтың қалай бірге жұмыс істейтіні туралы қарастыра кетейік. Бұл дуэт бүкіл денеге айтарлықтай оң әсерін тигізеді. Иммунитет жоғарылайды, қан айналымы белсендіріледі, тамырлар тазартылады және барлық токсиндер мен қоқыстар тазартылады. Содан кейін сұрақ туындайды: неге балды аш қарынға сарымсақпен қабылдаған дұрыс? Барлығы өте қарапайым. Толтырылған асқазан барлық қоректік заттарды толық сіңіре алмайды. Ал егер сіз нақты әсер алғыңыз келсе, онда арықтауға арналған қоспаны қабылдау барлық пайдалы заттардың қанға тез енуіне және емдік жұмысын жедел бастауға жақсы көмектеседі. Осылайша бұл компоненттердің тандемі ас қорыту проблемаларын шеше алады. Вирустар мен респираторлық инфекциялармен тиімді күреседі. Бронх демікпесіне, жүректің ишемиялық ауруларына, атеросклерозға, бронхитке және пневмонияға, ауыз қуысының шырышты қабығының қабынуына, дәрумендердің жетіспеушілігіне, жыныстық дисфункцияға, бүйрек пен бауырдың жұмысының бұзылуына, сондай-ақ өттің жетіспеушілігіне де жақсы көмектеседі. Бал мен сарымсаққа негізделген емдік рецепттер. Бірінші, қарапайым және тиімді емдеу үшін 300 грамм бал мен бірнеше бас сарымсақ алыңыз. Сарымсақты ұсақтаңыз және балға қосыңыз, содан кейін араластырыңыз және қоспаны шыны ыдысқа салып қойыңыз. Оны қараңғы жерде 7 күнге дейін қалдырыңыз. Дайын қоспаны күн сайын бір ас қасықтан аш қарынға қабылдап отыру керек. Қабылдау курсы 7 күнді құрайды. Содан кейін 2 апта бойы үзіліс жасау ұсынылады. Мұндай қоспаны 2 жыл сақтауға болады. Аш қарынға қабылдау белсенді заттардың қанға тез сіңуіне көмектеседі және денеге емдік әсер етеді. Бұл құралды жүйелі қолдану иммунитетті нығайтуға, қан тамырларының жұмысын жақсартуға және қан айналымының қалыпқа келтіруге көмектеседі. Екінші,
варикозды тамырлар, атеросклероз және ишемия кезінде. Егер сізде суықтың алғашқы белгілері пайда болса, келесі рецепт сізге жақсы көмектеседі. Сарымсақ пен балды тең мөлшерде қосыңыз. Сарымсақты ет тартқыштан өткізіп, балды аздап жылыту керек. Бұл қоспаны күніне 3 рет бір ас қасықтан ішіп отыруға болады. Сонда сіз тез жақсаратын боласыз. Үшінші, егер сіз бал мен сарымсақ дуэтіне лимон қоссаңыз, онда сіз емдік құрамның спектрін одан әрі кеңейте аласыз. 6 лимон мен 6 бас сарымсақ алыңыз. Лимондарды қабығымен бірге кесіңіз. Тұқымдарды алып тастаңыз. Содан кейін барлық ингредиенттерді блендерде ұнтақтаңыз. Алынған сұйық қоспаға біртекті консистенцияға келіп, 600 грамм бал қосып араластырыңыз. Содан кейін қоспаны қараңғы жерде бір аптаға қалдырыңыз. Артынша шырынды дәке арқылы сүзіп алыңыз. Сақтау үшін қара шыны ыдыстарды қолданыңыз. Мұндай сусынды тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады. Оны 7 күн ішінде қабылдаңыз. Мұндай өнім иммундық жүйені нығайтып, суықтан айығу процесін тездетіп қана қоймайды. Сонымен қатар көптеген жылдар бойы жиналған токсиндер мен шлактарды кетіруге жақсы көмектеседі. Сонымен қатар мұндай қоспаны тазарту үшін қолданған кезде алкогольді, құрамында кофеин бар күшті сусындарды, сондай-ақ ыстық дәмдеуіштерді толығымен алып тастаған дұрыс. Ішетін судың мөлшеріне назар аударыңыз. Күніне кемінде 2,5 литр су ішу ұсынылады. Тұрақты қолдану ерлерде потенция мәселелерін шешуге көмектеседі. Өйткені ол қанды тазартады және қан айналымын жақсартады. Соның ішінде жамбас аймағында. Бұл эрекцияға оң әсер етеді. Яғни интимдік өмірдің сапасы айтарлықтай жақсарады. Простатит бұл ерлер арасында жиі кездесетін аурулардың бірі. Зәр шығару кезінде айтарлықтай ауырсынумен бірге жүреді. Жоғарыда айтылған қоспаларды үнемі қолдану қуық асты безінің қатерлі ісігінің даму қаупін азайтады. Ал простатит белгілері әлсірейді, немесе мүлдем жоғалады. Сондай-ақ бұл құрал метаболизмді қалыпқа келтіреді, ас қорытуды жақсартады және салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Ал спортшылар үшін бұл қоспа бұлшықет массасын өсіру үшін пайдалы болып келеді. Бұл қалай жұмыс істейді? Мұның бәрі гормоналды деңгейге байланысты. Тестостерон гормоны бұлшықеттің өсуіне жауап береді. Ал қарқынды физикалық белсенділік кезінде кортизол гормоны артып өседі. Бұл бұлшықеттің өсуіне кедергі келтіреді. Сол себепті жаттығу алдында сарымсақты балмен қабылдау тестостерон өндірісін ынталандырады және кортизол секрециясын керісінше тежейді. Ұсыныстар мен ескертулер. Бал мен сарымсақты қабылдауды бастамас бұрын қарсы көрсетілімдердің жоқтығына көз жеткізіңіз. Мұны істеу үшін білегіңіздің немесе шынтағыңыздың ішкі жағына бал тамшысын жағып бірнеше минут күтіңіз. Егер тері қызарса немесе бөртпе пайда болса, сізге бұл қоспаны қабылдауға болмайды. Қалай болғанда да мұндай қоспаларды қолданар алдында белгілі бір маманмен кеңескен жөн. Кейбір адамда сарымсақтың өткір иісі ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін. Егер сіз ауыздан шыққан иіс туралы алаңдасаңыз, бір алма жесеңіз жеткілікті. Оның құрамындағы қышқылдар сарымсақ компоненттерін бейтараптандырады. Иістен арылудың тағы бір жолы ақжелкен немесе лавр жапырағын шайнау болып табылады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.